Сәлем достар, тікелей эфирді бұзған хакерлер жайлы тек фантастикалық фильмдерден ғана көріп жүрген шығарсыз. Алайда бұл шын өмірде де қайталанып жатады. Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін тарихтағы ең қорқынышты эфир бұзылуларын айтатын боламыз. Ештеңе түсінбедіңіз бе? Уайымдамаңыз. Сіз жалғыз емессіз. Бұл біртүрлі видео 1987 жылдың 22 қарашасында Чикагода түсірілді. Доктор Кто телесериалы кезінде эфирде осы біртүрлі видео көрсетілді. Экранда бірнеше секунд бойы түсініксіз дауыстар мен маскадағы адам ғана болды. Бірнеше секундтан соң телеканал эфирді әрі қарай жалғастырды. Оқиғаны газет-журналдар жарыса жазып, жаңалықтардан да қарастырылды. 1989 жылдың желтоқсан айының соңында Лос-Анджелестегі станциялардың бірі хакердің құрбаны болды. Рейган мен Буш қатысатын бағдарлама үзіліп, пальгадан жасалған дулыға киген белгісіз адамның бейнесі басталып кетті. Бейненің соңында әлгі адамның айналасындағы заттар құлап, эфир әрі қарай жалғасты. Fox News жаңалықтары тікелей эфирге шыққан уақытта бетперде киген жігіт эфирді бұзып, өз сөзімен жалғастырды. Хакердің дауысы арнайы бағдарлама арқылы өзгертілген. Бірнеше секундтан кейін ол эфирден жоғалып кетті. Ал жүргізушілерге эфирді әрі қарай жалғастыру қиынға соқты. Бірінші Ресей телеарнасы кешкі уақытта техникалық үзіліске шыққан кезде осындай бейнені қойып қояды. Бірақ бір күні телеарна өз жұмысын біртүрлі аяқтады. Экранда 25 кадр және жасырын хабарлама пайда болды. Они не получили вашу письменность. Қорқынышты дәліз және кері ойнатылған музыка. Қорқыныштан дене бойыңыз тітіркеніп кеткен шығар. 60 жылдың соңында фильмдер телеарналардан көрсетілді. Алайда осы жылы бейненің ең қызықты бөлігін шұғыл хабарлама үшін кесіп тастауға тура келді. Бірақ оның орнында экранда әсем табиғат және мемлекет әнұраны орындалды. Экранның төменгі жағында "Мен адаммын, мен екі әлемнің ортасында қалдым. Сіз мені құтқарасыз ба? Қорықпаңыз, мен адаммын" деген сөздер шықты. Осы болған оқиғалар жайлы өз ойыңызды пікір алаңына жазып кетіңіз. Ал видео ұнаса лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал жанынан шыққан қоңыраушаны бассаңыз, біздің ендігі видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше.